Eşim bulay bol. İyi. Әлі өмір сүретін бала еді ғой. Ай, Құдай ай. Неге бұлай болды? Не үшін? Шамаңызшы. Бір сөз керек. Су әкеп берейін бе? Керек емес. Сенен маған ештеңе керек емес. Жинал, сен көргім келмейді. Менің қайратым, менің балапаным, менің жапырағым. Сен үшін қайтыс болды. Сен үшін. Жоғал үйден. Менің не кінәм бар? Менің де бала сүйгім келді. Менің де бақытты болғым келді ма? Қайдағы бақыт, сен жұтсың. Тасал. Жоғал. Естігім келмейді. Жоғал. Олай жасамаған үшін ма? Ай, істесем екен. Ербол, осында жатқаныңызға бірнеше күн болды. Еш нәтиже байқалмайды. Медицинаның құдіреті шексіз емес екенін түсініңіз. Әсіресе науқастың емделуге ынтасы болмаса біздің қолымыздан ештеңе келмейді. Дәрігер, Ербол шаршап жатыр. Түнде бас ауырды, түрмен ұйықтай алмай шықты. Бас ауырмағанда қайтеді. Осында қалай түсті, солай еш өзгеріссіз жатыр. Дәрше салып жазылып кетем деп ойлай ма? Ерболға физиотерапия, мануальды терапия қажет. Акупунктурасы тағы бар. Өзімен жеке сөйлесіп көрейін. Ербол, желке тұсыңыздағы 3-ші жұлыныңыз қисайған. Мойын бұлшықетіңіз қарысып қалған. Егер миға тікелей байланыстағы қан тамырларының жолын ашпасақ, миыңызға қан құйылады. Одан адам тез өле ме? Тіл тартпай кетуге болады. Егер қан көп мөлшерде құйылатын болса, бірнеше секунд жеткілікті. Жарайды. Мен де соны тілеп жатырмын. Өмір сүруге құштар емеспін. Болам, сен не дейсің? Өмір сүруге құштар емеспін не? Ал мен ше? Адам қайтыс болғаннан кейін жалғыз үмітім сен емессің бе? Мен болмасам сіздер тыныш өмір сүрер едіңіздер. Жасаған қастандығым да аз емес. Мен ешкім түсінбейді, кешіре де алмайды. Жарайды. Жеке сөйлесіп алыңыздар. Мен бір айналып келейін. Рахмет. Балам, сен қандай қателік жасасаң да, мен сенің әкеңмін. Мен сені бәрібір жақсы көремін. Түсінуге тырысам. Әке, қойыңызшы. Мен сізге өтірік айттым. Сен мені құтқардың. Сіз ештеңе түсінбейсіз. Мен кешірім сізді ұрлап кетті. Егер мен сол жекпе-жекке шығудан бас тартсам, сізді өлтіріп тастайтын еді. Ал сен қолыңнан келгенше оларға қарсы тұрдың. Сол емес пе? Мен тірімін, алдыңда отырмын. Мен сені айыптамаймын да. Әке, сіз адам баласына жаманшылық жасамаған адамсыз. Қай қылығыңыз үшін мен сияқты оңбағанды балақ берді екен сізге. Қылмыскер, өтірікші, адам өлтіргіш қып. Адам өлтіргіш дейсің бе? Оны қалай түсінеміз? Мен Қайратты өлтірдім.
менің соққымнан рингте тіл тартпай кетті. Қайрат Самжанов па? Иә. Жоқ болам. Сен оны өлтірген жоқсың. Қайраттың миында қан тамыры жарылған. Ол рингте болмаса да, басқа жерде орын алатын жағдай еді. Бәрібір мен кінәлім. Айша, не болды? Кір. Мамам үйден қуып жіберді. Қайраттың қайтыс болғанда мені кінәлап жатыр. Өзім де түсінбей қалдым. Қайрат өзінің ақымақтығынан өлді. Көрде жатса да маза беретін түрі жоқ. Болды, жылама. Кір. Адамның өмірі Құдайдың қолында. Сенің еш кінәң жоқ. Ең мықты жігіттердің бірі ауруханада жатыр. Әзірге шығатын түрі жоқ. Ербол ауруханада жатыр ма не? Иә. Дәрігермен сөйлескем, өзі емделгісі келмейді дейді. Оның үстіне қызы тастап кеткен, байғұсты. Қалай? Ол екеуі үйленеміз деп жатыр еді ғой. Қайдағы? Ерболдың қолы жүріп тұрған кезде бір көздегені болған ғой. Қиындық түсе қалып еді, ізім қайым жоқ. Кімге үйленейін деп жатқан білген шығар енді. Құттықтаймын қыздар. Иә. Барлық қиындықтардан құтылғаның үшін тағы да құттықтаймын. Нең айтасың? Түсінбегендей болмаш. Сенің чемпионың сенің ақшаға малтып жүрген кезде артынан қалмай қойып едің. Енді ол ауруханаға түскенде тастап кеттің. Мәселе ақшада емес. Енді неде? Ол мені шын сүйгенде мен оны тастамас едім. Ақшасы болмаса да тастамас едім. Ол мені сүйген жоқ, мен оны түсіндім. Камила, саған не болды? Сен дұрыс айтасың. Мен одан қашып кеттім. Оны ұмыту үшін қашып кеттім. Оның басқа әйелге ғашық екенін көргенде шыдап тұра алмадым. Білмеймін не істерімді. Ешкім тыңдамайды. Өмірімнің еш мәні қалмады деп қайталай береді. Ербол, мені уайымдайма. Қалай көмектессем екен де жүрмін. Меніңше Камиляның кетіп қалған бекер емес. Мәселенің бәрі сол. Айша да сияқты. Олай да мүмкін шығар. Бәлкім соны тыңдар деп Айшаны жолықтырмақшы да болдым. Мүмкін солай жасап көремін саған. Бірақ енді өткен жағдайдан кейін оның алдына қайбетім өмірім. Қиын жағдай. Білмеймін, қайтеміз. Баламның қурап баратқанына қарап отыра берем бе? Білмеймін. Hazır. Ассалаумалейкум. Уалейкумассалам, Темірхан. Сөйлесуіміз керек, жол жарба. Кір жарайды. Бешік-бешіктің ақшасы. Алыңыз. Санайтындай қанша ақша дейсің? Ербол шықпағалы. Клиентіміздің көбісі келмей кетті. Иә. Бірден ойластырмаса шығынға ұшыраймыз. Ойластыратын несі бар? Ерболды қайтару керек болды. Келгісі келмейтін жерде келтіретін бірнеше амалымыз бар емес пе? Солардың біреуін қолданайық. Әлсіз жері бар шығар, соны да пайдаланайық. Жоқ. Олай болмайды. Басқалай ойластыру керек. Ерболдың мына жағдайына қатты уайымдап жүрмін. Қалай көмектесерімді білмеймін. Темірхан, мүмкін сен сөйлесіп көрерсің, қанша дегенмен шәкіртің ғой. Сені сыйлайды, тыңдайды дегендей. Ол сен айтқандай мені сыйлайтын болса,
мындай жолға түспес еді. Оның осындай жағдайға тап болғанына сен де мен де екеуміз де кінәліміз. Оны мойындауымыз керек. Оның қандай қақпанға түскенін дер кезінде байқамай, оған ақыл айтудың орнына кінәлай беріппіз. Білмеймін. Сенің осы жасаған тамағың бал ғой шіркін, бал. Әттең қайрат қадірін түсінбеді. Ет дайын болсын, бірге отырамыз. Не ғой, Айша? Қайрат ақымақ болды. Бірақ жақсы жігіттер де аз емес. Мына өмірде сенің қадірін түсінетін азамат бар. Мен оған сенем. Не айтып кеттің? Жұмбақтамай айта берші. Жарайды. Сен оны танисың. Тіпті бала кезіндегі алғашқы махаббатың деуге де болады. Қайдағын айтпашы. Естің келмейді ештеңен. Неге? Онда тұрған не бар? Сен қазір қара жамылып жүрсің. Аз ғана уақыт, бәрі өтеді де кетеді. Қайраттың асы өткен соң мүлдем жаңа өмір бастай аласың. Мен тек қолдаймын. Байқасаңшы, неге қобалжып тұрсың? Мен саған қорқыныш ештеңе айтқан жоқпын ғой. Жарайды, Айша. Саған ашығын айтайыншы. Ербол қазір ауыр халде жатыр. Дәл қазір тек сенің ғана қолдауың керек. Ильяс, менің күйеуімнің қайтыс болған кеше ғана. Не айтып тұрсың? Жылдам шығасыз ба? Әрине, тез шығам. О, Ербол, қалың қалай? Берік сен тамақ ішпей жатыр дейді. Қалыңды білейін деп келдім. Болды енді, Ербол. Қашан күнде ми тырысып жатасың? Кел одан да отырып, екеуміз жігітше сөйлесейік. Не жайлы? Өмір жайында. Керек емес. Мен енді өлді деп есептеңіз. Жоқ, олай болмайды. Сен әлі тірісің. Кеудесінде жаны бар адам бәрін қайтадан бастауына болады. Кеш емес. Ербол, біз екеуміз бөтен емеспіз ғой. Кел. Басынан бастайық. Мен саған көмектесуге дайынмын. Мен ұмыта алмаймын. Маған енді ешкім көмектесе алмайды. Ербол, енді өзің білесің. Саған мен жалынбаймын. Ана әкеңді ойласаңшы. Өзің келешегіңді ойла. Жарайды. Тез жазылып кетті. Жақсы. Шаршаған осы ма, бауырым? Ал мен шаршадым. Сен осылай өбектеп жүргеніме 1 жыл болды. Жүр, кетейік. Жедет болды. Әлі ерте. Болды, ішпе. Үйге барып жатып демал. Жуынып, шайынып, есіңді жинап ал. Не мынау қаңғыбастар сияқты отырсың? Абайлап сөйле. Не істейсің? Абайлап сөйлемесем. Ұрып тастайсың ба мені? Ұрып тастама. Соғып таста. Көрейін мен сені. Жүр, кеттік, үйге барайық. Жүр, тұр орын. Жүр, бауырым. Өзім. Жүр.
Тұр осы жерде. Қалқамай бері тұр. Көліктің кілті қайда? Көліктің кілті қайда деймін? Сөмкемде. Сумка қайда? Білмеймін. Барда қалған шығар. Сен осы жерде тұр, мен қазір бардан барып алып келем, жарай ма? Ешқайда кет қалма осы жерде бол. Ей! Өшір дауыс. Мынауың кім еді? Қазір көрсетем мен сендерге кім екенімді. Қайдан білейін? Әкел анда. Ішіп алған біреу сияқты что-то. Түсіріп алайын мен қазір. Түсір. Оппа. 5 минутқа қалдырып кеткен. 5-ақ минутқа. Қайтып келсем төбелесіп жатыр. Не деген тұзың жеңіл адамсың, Ербол. Жүрген жеріңді шулатпасаң тыныш жүре алмайсың ба? Сөйлешші. Досыңыз осылай ары қарай іше беретін болса, жағдайы қиын болады. Естідің ба, Ербол? Естідің ба деймін? Бауыры іскен, көзінің ағы да сарғайып кеткен. Төбелесем деп біреумен таяқ жеп қалса, қазіргі заманды білесіз. Ешкім ешкімді аямайды. Ішіп жүргеніне 1 жыл болды. Білмеймін не істейтінімді. Сайтып ше? Оны қайтейін деп едің? 5 жыл бұрын шулатқан адамды қазір ешкім көргісі келмейді. Ал Алпамыс ше? Сен менімен ойнап отырсың ба? Ол соңғы кездері жекпе-жектен нокаутқа шығарып жүрген адам емес пе? Бар ақшамнан айырылдым. Ерболды қайтару керек. Болмаса, мына залды жабуға тура келеді. Ауырып қалған жоқсыз ба? Жүрегіңізге салмақ салуға болмайды ғой. Ей, жүректі қойшы. Күнде көргеніміз осы ғой. Мұрат, саған рахмет. Ерболдың жанында қалған жалғыз сен. Ағыбын ешкім тастап кеткен жоқ. Өзі ешкім араласқысы келмейді. Бұл деген өлем деп. Дәрігерлер күндізін күзетіп, әйтеуір аман алып қалды. Аяғынан тік тұрғызды. Ендігісі мынау. Оған не істейміз енді, Мұрат? Кезінде аты дүркіреп шыққан чемпион тағдыр тәртегін көтере алмай маскүнемге айналды. Ербол Жүнісов көшеде төбелес шығарды. Масқара. Қазір нағыз чемпионның кім екенін көресіңдер. Нағыз чемпионның шабуыл жасауға шамасы келмей қалды ғой. Қане, екінші мүмкіндік. Өшір дедім саған, ей. Чемпион, бар ұйықтасайшы болды. Қазір мен сендерді ұйықтадым, сосын андағының үнін өшірім.
Мұнда не қылып жүрсің? Ерболмен сөйлесуге келдім. Жолың болсын. Не болды? Ербол қазір сөйлесетін жағдайда емес. Ертең түстен кейін кел. Қазір ол тұрмайды. Жарайды. Онда сенімен сөйлесейін. Мұрат. Не жайлы? Ерболды қалай болса да рингке қайтару керек. Сен соған көмектес. Егер көмектессең, сені қорғау қалдырмаймын. Ілияс, сен ондайды армандама. Ерболға енді ондай ринг деген жоқ. Денсаулығының түк қалмады. Кеше барды, кішкентай балалардан да таяқ жеп қалды. Қандай ринг оған? Енді қайттық. Ербол, не болса? Қойсайшы енді. Үйде отырып бірге тамақ ішейік те. Тамақ ішкім келмейді, арақ ішем. Сенің бұлай құрып бара жатқаныңды көріп мен шыдап отыра алмаймын. Мен баяғыда құрып біткем. Әке, сау болыңыз. Күніңіз сәтті өтсін. Мен бүгін ұйықтап қалыппын. Әкем шығып кетті ме? Иә, жаңа ғана шықты. Ильяс, мен Ербол жайында ғаламтордан көргендерім рас па? Видеоны көрдің ба? Иә, көрдім. Құрып кетіпті ғой. Енді адам болмайтын шығар. Ербол жайлы сен маған бір ұсыныс айтып едің ғой. Есіңде ма? Есімде. Барып көрсеңші. Бәрі мүмкін ғой. Бір жағынан бұл дұрыс емес сияқты. Қалай барам? Оған бірден күйеуге шығып алмайтын жарсың. Дос ретінде сөйлесіп көр. Онда тұрған не бар? Дұрыс айтасың. Байқап көрейін. Сәлем. Сәлем, Ербол. Көріспегелі көп болды. Иә, көп болды. Сен не үшін мені мұнда шақырдың? Отыр. Сөйлесу үшін шақырдым. Ешкімнің көзіне түспес үшін осында шақырдым. Түсінікті. Менен ұяласың ғой. Мен қазір кіммін? Ешкім емеспін. Жарайды. Сөйлесіп болсақ мен қайтайын. Таныстарың көріп қалса тағы да менен ұялып жүрерсің. Менен енді аулақ жүрген дұрыс болады, Айша. Ербол, неге бәрі саған қатысты болу керек? Мүмкін мен әлі де қара жамылып жүргесін сені осында шақырған шығармын. Кешірші, мен ол жағын ойламаппын. Не туралы сөйлескің келді? Ербол, неге өзіңді осынша тастап жібердің? Онда сенің шаруаң болмасын. Саған бәрібір емес пе? Бек, шайдан аға. Бозарып кетіпсің. Істемеген амалым жоқ. Ербол мүлде мені естімейді. Көп ұзамай жалғыз ұлымнан айырылатын сияқтымын. Енді оның өзінің қалауы болмаса, оны қалай көндіреміз? Мүмкін жарысқа дайындау керек шығар. Сонда қоятын шығар, Жарысқа дейсің бе? Сонда сен балаңның өлгенін тілеп жүрсің бе?
Оның қазір денсаулығы мәз емес. Қалпына келтіру өте қиын. Сен жаңылысасың. Мен білем ғой, ол мықты. Тек соны өз қаласа болды. Жарайды, келістім. Белік осы сен бұрын Ерболдың спортпен айналысқанына қарсы едің ғой. Сонда қазір ойың өзгерді ме? Мен баламның өмірін мүлдем басқаша елестетіп жүрмін. Бірақ енді оның ешқандай мәні жоқ. Тек әйтеуір аман болса болды. Иә, дұрыс айтасың. Сен маған бәрібір емессің. Рас айтасың ба? Шын айтам. Мына үстіме не болып кеткен? Кешірші, қайтуым керек. Ербол! Ербол, тоқта, қайда баратсың? Хай, Берік, сен ба? Аға, мен жаттығуды басынан бастағым келеді. Рас па? Ей, сен мына түріңе қарамайсың ба өлі? Саған жаттығу немене керек? Мен сияқты адамға мүмкіндікті берілмейді шығар. Бірақ мен сізден тағы бір мүмкіндік сұраймын. Бәрін басынан бастағым келеді. Менің бапкерім болыңыз. Ербол, осы айтқан сөзіңе дәлелің бар ма? Немен дәлелдеп бересің маған, а? Жарайды. Не істеуім керек? Бәрін басынан бастау керек. Соған дайынсың ба? Дайынмын. Бар, жоғал. Әуелі мына түр әліпбетің киімің жөнде бар. Жарайды. Бас. Қалай екен? Асықпа, баяулат, ақырын түсір. Денеңді ақырын түсір. Жарайсың. Асықпа. Нық. Тағы да қайтыла. Кәнекей. Егер мақтанбай ұрсаңшы. Ал қызыл кәшкін қайда онда? Ербол, мен сені жарысқа жаздым. Дайын деп ойлайсыз ба? Енді ол жағын менде қатты ойымдағам. Қысқа мерзімде қалпыма келе ме келмей ме деп. Енді мен көріп тұрмын, қалпыма келген сияқтысың. Жарайсың. Болды. Мақтануға ерте бергел, отыра ғой.
Мені мұқият тыңда. Біріншіден, ішімдік ішуге болмайды. Денсаулығыңа зиян екенін өзің білесің. Екіншіден, 2 аптадан кейін жарыс басталады. Ертеңнен бастап жақсылап дайындықты бастаймыз. Ұқтың ба? Иә. Уақыттың аз екен. Білем. Сіздің жаттығыңыздан кейін бұл жігіттердің бәрі қайтадан оянады. Шынымды айтсам, сол кездерді қатты сағындым. Жарайсың. Мен онда шайынып, киімдерімді ауыстырып келейін. Қане? Иә. Мен де сол кезеңді қатты сағынып жүрмін балам. Ұзақ жаттығатын болыпсың. Жас кезіңді еске алып жүрсің ба? Жағдайың жақсы сияқты тіпті бұрынғыдан да. Өз көзіме өзім сене алмай тұрмын. Рахмет. Шалбарыңмен менің капотым сүртіп бергеніңе рахмет. Ал енді қош бол. Екеумізге қоштасуға әлі ерте. Менің клубыма келсең, үлкен ақша табатын едім. Өзіңе де, маған да. Оны ұмыт. Армандама. Саған қарсы қандай материалым бар екен ұмыттың ба? Жоқ дегенде 5 жылға кетесің. Материалыңды алда құры. Жоқ. Мен оны полицияға апарам. Ал енді жолың болсын. О, қуырдақ па? Түскі асымыз дәмді болатын сияқты. Езілген картопты жақсы көріпшің ғой? Иә, бірақ жақында жарыс. Тамақты талғап жеу керек. Тауық, салат жеймін. Мен сен үшін қуаныштымын, балам. Майды, жегіз амайын үстіме жағайын дедіңіз ба? Қолым май екен ғой. Тағы бір мәселе бар. Не болды? Жоқ, ештеңе. Бәрі жақсы. Я болсын, ысыңды ал. Неме сонша тоқылдаттың е? Тоқылдақсың. Мазағыңды қой. Бұл жерде мен ғана мазақтай аламын. Кеше сөзімді соңына дейін тыңдамадым. Мүмкін сенімен тым жұмсақ сөйлестім ау деймін. Ербол, кім ол келген? Қайыршылар ғой әке, ақша сұрап жүрген. Мен тыңда. Не менің клубыма қайтып ораласың, не болмаса мендегі видеоны 3 миллионға сатып аласың. Ақшаны қайдан алатында шаруам жоқ. 2 апта уақыт берем, ойлан. Тырысып та көрмейсің ба? Тырыспаймын да. Онда полицияға барам. Мен саған мүмкіндік беріп тұрмын. Жақсылап ойлан. Тоқылдақ. Ербол, ақша бердің бе? Жоқ әке. Бәрібір араққа жұмсайды. Ішімдік сатылмай ма мұнда? Сатпайды. Дұрыс. Ондайдан аулақ болу керек. Шай немесе кофе іш, солай дұрыс болады. Айшаның сөздерінен кейін шайдан басқа ештеңе ішпейтін болдым. Соншалықты Айжан не айтты?
Қайтесің? Сенің көмегің керек бауыр. Айта бер. Менен басқа саған кім көмектеседі айтшы. Мен сенің ең жақын бауырымын ғой. Олай болса тыңда. Мұнда не үшін келдік? Кешіріңіз. Көзіне қарамайсың ба? Кешіріңіз. Төбелесті жек көрем. Ал мұнда кілеу сондайлар жиналып қалыпты. Шыдаш, Айша, шыдаш кішкене. Мұрат, біз мұнда не үшін келдік, соны айтшы. Сәл шыдаш, Айша, өтініш. Сөз берем, саған бұл жер ұнайды. Ал ендеше, бүгінгі батырларымызды хабарлаймын. Орта салмақта көкбұрыштан шығатын Европа кубогының чемпионы, Қазақстанның ережесіз жекпе-жек ұйымының құрметті мүшесі, ММА кубогының чемпионы. Мынаның титулы Британияның патшайымынан да көп қой. Иә, мұндай шеберді сен жеңіп көрген жоқсың. Бірақ бүгін жеңесің. Қазақстанның ережесіз жекпе-жек чемпионы, лақап аты Көкжал, Ербол Жүнісов. Дайынсың ба? Дайынсың ба? Баста! Керемет Ербол, бүгінгі жекпе-жек тамаша өтті. Жаса Көкжал, құттықтаймын. Рахмет көп маған сенгендеріңізге. Әрине, бұл жекпе-жек мен үшін оңай болған жоқ. Дәл менің өмірім сияқты қиын болды десем де болады. Осы жеңісімді бір адамға арнағым келеді. Ол адам сіздердің араларыңызда отыр. Айша, осы жеңісімді саған арнаймын. Темірхан аға қайда кеткен? Иә, Көкжал. Сонымен қандай шешімге келдің? Ақша ма әлде ринг пе? Менің саған беретін ақшам жоқ. Сенің клубыңа бармаймын. Мен нақты шешім қабылдадым. Ана видеоңмен қоса құра. Ол үшін өкінесің. Чемпион. Az қалды.
Ербол, не шоу көрсетіп жүрсің? Маған соны түсіндірші. Қайда? Не қайда? Менің шақыру қағазым қайда тойға? Шошытып жіберіңіз қалай? Мен сізді залдан іздеп жүрсем, ренжіп қалды ма деп. Жоқ, Ербол, сенің тойыңа міндетті түрде келем. Бірінші болып келем. Сіз ұзақ күтпейтін сияқтысыз ғой? Иә, әрине. Жекпе-жек керемет болды емес пе? Айттым ғой сен жеңіске жетесің деп. Мен сені жақсы білем ғой, Ербол. Сіз маған сендіңіз емес пе? Сіздің арқаңызда осының бәрі аға. Жарайды. Сонымен көкжал сымақ журналистерге жұмыс тауып берейін. Тамаша. Журналист қана емес, полицияға да жұмыс тауып берем. Қалайсың? Ербол, Ау, рахмет. Соңғы кездескенімізде сен қашып кеткеннен кейін не ойларымды білмедім. кешір. Сол күні күлкілі болып көрінген шығармын, иә. Бәріне өзімді кінәладым. Сол күні саған айтқан сөздерім үшін қатты өкіндім. Айша, ештеңе ескертпей кетіп қалғаным үшін сен мені кешірші. Өзімнің түріме қарадым да, саған лайық емес екенмін деп ойладым. Өзіңді кінәлай бергенді қойшы. Мені өмірге қайтарған сенсің. Жарайды, оны қойшы. Гүлдерді дұрыстап қарадың ба? Иә. Не болды? Мүмкін тағы да бір рет қарарсың. Маған тұрмысқа шығасың ба?